Кім кінәлі? Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Жанардың әкесі аяқ астынан қайтыс болып, ол қайғырып, өмірден түңіліп кетті. Анасы болса бірнеше жыл болған, денсаулығы жоқ науқастанып жүргеніне. Үйдің кенжесі болғандықтан біраз ауыртпалық Жанардың мойнына түскен. Қазаға қайғырып, сонау алыс өңірден ортаншы апа жездесі екі баласымен келген болатын. Жездесі қайын атасының жетісіне дейін болып, жұмыс істеп қайтып кеткен. Ал Гүлсім апасы әкесінің қырқын өткізіп қайтам деп қалып қойған болатын. Жанардан үлкен Ғали апасы Мейірбике оқуын бітіріп, дипломын құшақтап үйіне келген еді. Аяқ астынан бір ай ауырып, тез кетіп қалған әкесінің қазасына сенгісі келмей, онсыз да мінезі ауыр Жанар одан арман тұйықталып кетті. Сенімен бірге барып, сабағы басталғанша жүріп келсін. Кішкене жер көріп, ойы бөлініп, өз-өзіне келіп қалар. Үйде отырса, сендер кеткен соң бұдан да арман түңіліп кетеді. Менің жатқаным мынау, сен өзіңмен ерте кет қызым деп, анасы Гүлсімге өтінген болатын. Иә Гүлсім, анамның қасында мен бармын ғой, сені жеткізіп салады, кішкене сергейді, мінезін білесің ғой, өте тұйық. Әкеміздің сүйікті қызы ғой, кішкене көңілі аулансын деп Ғалия да өтінді. Міне тіптен жақсы, бір жарым ай қасымда болады деп Гүлсім әпкесі қуанды. Жанарға жол жүрерде 2 күн қалғанда анасы шақырып, Жако, сен апаңды жеткізіп салып, біраз қасында болып көмектесіп келсең, ол 2 баламен қиналып жүр ғой, жаңа пәтер алып, әлі реттеп үлгермеген деп, бір жағынан апайына көмектесу керек екенін мойнына жүктей отырып, екінші жағынан ойы бөлінсін деп нақтылап айтты. Сіз ше, ағаң бар, жеңгең бар, Ғалия да жұмысқа кіреді, жалғыз емеспін ғой деді анасы. Сен барып қолғабыс тигізіп кел, апаңа қиын, сабағың басталарда келесің деді тағы да міндет жүктеп. Жанар басын изеп келісім берді. Бір аптадан соң жолға шықты. Темір жол вокзалына келіп, улап-шулап, жылап-сықтап қоштасып, өз вагондарына отырды. Жанар көңілсіз. Апайының жасқа толмаған бөпесін көтеріп алған. Ауыр сөмкені екінші қолымен сүйреп келе жатыр еді. Беріңіз, мен көмектесіп жіберейін деген дауысқа бұрылып қарады. Күнге қарсы көзілдірік таққан ұзын бойлы жігіт екен. Жоқ, болды міне осы орын деп купесіне бұрылды. Жігіт сонда да көмектесіп кіргізіп, артынан екінші баласын көтеріп дәл солай сөмкесін сүйреген Гүлсімге де болысты. Ой, рахмет, сіз қай орындасыз деп бірден сөйлей кетті Гүлсім. Жанар таңырқап қарап отыр. Үстінде екем әпше дейді жігіт. Әпшесі несі деп ойланды Жанар іштей, жап-жас әпше деп терезеге қарады. Бойы жылжып бара жатты. Жігіт заттарын қойып сыртқа шығып көп тұрды. Шәй ішіп алайық деп Гүлсім жыбырлап жүр. Жанар ешқашан алыс жолға жүріп көрмеген, көңілсіз. Анасын ойлап бөпеге қарап үнсіз отыр. Келіңіз, шәй ішейік деп жігітті шақырды. Жігіт кіре салып сөмкесін ақтарып, дастарханға дәмдерін қойды. Ашық жарқын, ақ көңіл, қасы қалың, ұзын кірпікті, үлкен қара көзді, ат жақты қыр мұрынды, жуан ерінді, бойшаң шымыр жігіт. Жанар дұрыстап бір қарап алды да отыра берді. Сөйлесу барысында батыстың адамы екені түсінікті болды. Не зат, қасқа, апа, жарым, тағысы тағы сол жақтың сөздерін қолданады екен. Осы 2 күн ішінде Жанар тіл қатпады. Апай, мен жігіт екеуінің әңгімелері таусылмады. Жігіт өзінің әскерден келе жатқанын, Алматыда достарында болып қайтқанын айтады. Жанар сыртқа кеткенде сіңлімнің мінезі тұйық, оның үстіне әкемізді жерлеп келеміз, қайғымыз бар, деді Гүлсім мұңды дауыспен. Қазақ қайырлы болсын. Анам науқас, мына қыз кішкене сергісін деп маған қосып жіберді. Сабағы басталғанша мектепте оқиды ма? 9-дан кейін педколледжге түскен. Биыл 2-ші курс. Деп жігіт Жанардың сыртынан қарап қойды.
Есімің кім? Ая, таныспаппыз ғой, Мейіржан, Мейрон дей беріңіз. Мен Гүлсім, сіңілім Жанар болады деп сырттай таныстырды. Жанар осы поезда отырған күндері үндемей, сөйлессе де тек бөпелерге сөйлеп, қолы қалт етіп босай қалса кітапқа жабысып, болмаса терезеге қарап отыратын. Мейіржан сыртынан қайта-қайта қарап жатты. Ұзын бұрымы қап-қара, қиылған қасы, кең маңдайы, ұзын кірпіктері, домалақ томпиған беті, тап-таза жарасымды мұрны, оймақтай ерні, орташа бойы, әдемі мүсіні, нәзік саусақтары. Мейіржан қарай-қарай іш жітіп, ұната бастады. Тек ашылмай тұрған қабағы, тек үңілген көз жанары жігітті де мұңайтты. Батысқа да 3 күн дегенде жетті. Артынып-тартынып түсіп жатыр. Мейіржан көмектесіп жүр. Гүлсімнің күйеуі күтіп алды. Ой, сен Мейіржансың ба деді. Ассаламағалейкум. Иә деп екеуі құшақтасып кетті. Гүлсім, бұл жігіт менің досым, Мәжіттің інісі, дейді арқасынан қағып. Ой бәсе, неге маған ыстық десем, бір купеде келдік. Солай ма дейді күйеуі сөмкелерді алып жатып. Жанар үнсіз бөпені көтеріп тұр. Мейрон біздікіне жүр, әйтпесе ренжеймін. Ертең өзім ауылға салып жіберем деп жездесі тіке үйіне тартты. Жол бойы Мейіржанның қуанышында шек жоқ. Енді қалайда Жанарды сөзге тарту керек. Үйге келіп ас жеп улап-шулап жатып ыңғайланды. Ас бөлмеде ыдыс аяқ жуып тұрған Жанарға көмектескен болып Мейіржан жүр. Сіз қанша уақыт боласыз дейді ыдыстарды тасып болып. Қайда? Оралда. Білмедім, сұрамаппын, оны неге сұрадыңыз? Мен ертеңге ауылға кетемін. Тез келуге тырысамын деп Мейіржан, оны неге айтып тұрсыз сараң деді іштей өзіне. Жанар ойлы көзбен қарап тұр. Мен келген соң қаланы көрсетейін дегем, деп басын еңкейтіп барып тоқтатты. Жақсы деп Жанар теріс қарап ыдысын жуа берді. Мейрон ағаңның қасына төсек салдым деп Гүлсім келді. Мейіржан ауылға бара салып қайтқысы келіп, бір жеті әрең шыдап қалаға жетті әйтеуір. Бірден Жанарға келді. Үйді ақтап сырлап жүр екен. Сондай пысық, тез қозғалады, сөзге жоқ. Мейіржанмен басын изеп амандасты да шаруасын жасай берді. Жанарды киноға апарсам бола ма деп Гүлсімге қарады. Не кино? Үнді фильмі. Ой, апарсаң апар, ертең бізде барамыз деп Гүлсімнің көзі жайнап кетті. Қазір мен оған айтайын деп Гүлсім шығып кетті. Мейрон, Жанар жақсы қыз, тек мінезі ауыр, сен де жаман бала емессің. Ренжітіп қойма деді жездесі уайымдап. Жоқ, ренжітпеймін деп Мейіржан шығып кеткен Жанарға қарап. Әдемі жасыл түсті көйлегі сондай жарасып тұр. Шашын 2 өрім қылып өріп, 2 иығына тастапты. Кино көрмей 2 көзі Жанарда. Сөз жоқ, сұрақтарға я жоқ дегеннен басқа жауап бермейтін ауыр мінезді қыздың несі тартып отырғанын түсінбейді. Көзін ала алмайды. Кинода бір қызықты жер болдау деймін, көзі күлімдеп, денесі селкілдеп күліп жіберді. Құдайым-ау, күлген қалай жарасады, мен сені әрдайым қуантуға тырысамын деп, өзіне не болғанын түсінбесе де күлді. Фильм аяқталып, ақырыңдап аяңдап келеді. Көшеде гүл сатып отырған апайдан шағын букет сатып алып ұсынды. Жанардың көзі күлімдеп, гүлді иіскеп рахмет деді. Қызықты әңгімелер айтып, барынша көңілін аулап үйге келді. Арада бір ай уақыт бір күнде өте шыққандай болды. Қыз бен жігіт жайықтың жағасына неше барып тамашалады. Достықтары сезімге ұласып, 16 жастағы Жанар алғаш рет махаббат күшін сезінді. Жас қыз кешегі күні қайғырып жүріп, осылай ғашық болам деп ойламаған еді. Мейіржанның қамқорлығы әкесінің қамқорлығындай көрінді. Тіпті кейбір қимылы, көзқарасы әкесінкіне келетіндей болып өзіне жақын тартты. Мейіржан болса алғаш көргеннен ақ ғашық болғанын сезінді. Өз сезімін тежеп, қызды қорқытып алмайын деп жүрді. Ертең ұшаққа отырып Жанар Алматыға кетеді. Екеуінің де көңілдері жабырқаулы.
Мейіржан Жанардың көңілді болғанын қалап түрлі қызықты әңгімелер айтып, ауладағы орындықтардың бірінде кешқұрым отырды. Алматыға оқуға тапсырғаныңызда ғой, деп қалды Жанар. Мейіржан мейірлене жүзіне қарап сәл жымиды. Қыз көзін төмен салып, өз сөзіне өзі ұялып қалды. Осы сөзді бекер айтпағанын сезе қойған жігіт, қыздың қолынан ұстап, Жанарын іздегендей бетіне үңілді. Иығынан құшақтап, бауырына басты. Мен қуана-қуана кетер едім сенімен жаным, дейді жігіт күрсіне. Өмірінде бірінші рет жаным дегенді естіп, Жанардың жүрегі қатты соғып кетті. Жаным, дейді Мейіржан Жанарды қыса құшақтап. Анам жалғыз, әкем өмірден көп жыл бұрын өткен. Мен кенже ұлмын, менің әскерде болғанымның өзі ол кісіге ауыр тиді, дейді. Түсінемін, деп Жанар басын Мейіржанның иығына қойды. Екеуі де ойға шомып кетті. Мүмкін сен осында ауысарсың, деп Жанардың бетіне қарады. Көзі күлімдеп, таптым шешім, деген қуанышпен. Жоқ, ренжіме, менің де анам науқас жатыр. Тастап кете алмаймын, дейді қыз ақырын салмақты дауыспен. Апайың, бауырларың бар емес пе, деді тағы да шешім тапқандай. Бар ғой, сен түсін, әкемнен аяқ астынан айырылдық. Ол кісі тіреушіміз, қорғанымыз еді, енді жоқ, деді даусы дірілдеп, көзінен жасы шығып кетті. Жаным, жаным жыламашы, дейді Мейіржан, жаны шығып кете жаздап, жастарын сүртіп, бетінен қалай сүйгенін өзі білмей қалды. Кезек-кезек екі бетінен маңдайынан сүйіп, өз-өзін әрең тоқтатып құшағына басты. Жанар терең дем алып, ол да құшақтап отырды. Жүректері бірге соғып, дене жылуын сезініп, бір-бірінің иісін құшарлана иіскеді. Мен үйге кірейін, жолға дайындалуым керек. Апам да жылап жүр, қасында болайын, деді. Қимаса да Жанарды жіберіп, Мейіржан жанын қоярға жер таппады. Ертең таңға кетеді, бітті ме? Осымен басқа көрмеймін бе, айырылып қаламын ба, деген сұрақтармен көзін ілмей қайтадан Жанар жүрген үйдің ауласына келді. Түнгі сағат 3-тер шамасы. Әне шамдары жанып тұр. Жыбырлап әрлі-берлі біреулер жүр. Бірінші қабат болғандықтан бәрі көрініп тұр. Сәкен жездесі сыртқа шықты. Мейіржан Сәкеннің қасына қалай жүгіріп барғанын өзі түсінбей кетті. Ой, Мирон, шошыттың ғой, қайдан жүрсің, деді Сәкен шошығанын жасырмай. Жанарға келгем, қазір кетеме, дейді ентігіп. Айтарым бар еді, өтінем, деді жалынышты көзбен қарап. Сәкен жас жігіттің сезімін бірден түсінді. Мен шақырайын, бірақ аман сау жолға шығатын болсын. Иә, о не дегеніңіз, рахмет, деп артқа шегінді. Үйіне қайта кірген Сәкен Гүлсімді шақырып, Гуля, былай ғой, анда Мирон тұр, дейді жан-жағына қарап. Гүлсім сағатқа қарап көзін бақырайтты. Сәкен екі қолын екі жаққа жайып иығын көтерді. Екеуі де махаббаттың не екенін жақсы білуші еді. Бәрін түсініп тұр. Үнсіз көңілсіз сөмкесін реттеп отырған Жанарға Гүлсім жақындап, сені сыртта Мейіржан тосып тұр екен, дегенде Жанар басын көтеріп Гүлсімге бір қарады. Жанардың көзінен қуаныш оты жарқ ете қалды. Үндемей төмен қарады. Бара ғой, әлі уақыт бар. Мен реттеп қоям, үлгереміз, деп жымиды апасы. Жанар сыртқа асыға шықса да, Мейіржанды көріп тоқтап қалды. Жүрегі алып ұшып аузына тығылды. Мейіржан да қасына жетіп келіп тоқтап қалды. Бір-бірінің көзіне қадала қарады. Мейіржан қыздың қолынан ұстап өзіне тартты. Екі аттап құшағына тығылған қыздың тамағына өксік тығылды. Ұстамды, байсалды қыз әп-сәтте нәзік, әлсіз адамға айналғандай болды. Жігіттің белінен қатты құшақтап жібергісі келмеді. Мен сені сүйемін, дейді жігіт қыздың құлағына дірілдеген дауыспен. Жанар одан сайын көзінің жасын төгіп-төгіп қысып алды. Мейіржан қыздың қолын ақырын босатып бетіне қарады. Мейірлене жүрегі аузына тығылып, сенше, сен мені сүйесің бе, деп көздеріне қарады. Су-су болып бір-біріне жабысып қалған кірпіктерін төмен салып, басын изеді. Жаным, кіп-кішкентай ғана, деп қайта құшақтады.
Саған сүйетінімді айтпай қалсам, өзімді кешірмес едім деп ерніне жабысты. Қыздың денесі дір ете қалды. Сәл басын тартып еді, Мейіржан алақанымен бетін ұстап қайта сүйді де жіберді. Жастары домалап кеткен Жанарға қарап: «Жанарым, жарық жұлдызым, сені қимай тұрмын, алып та қала алмаймын. Сен тым жассың», дейді қайта құшақтап. Жанар басын изеп көзін төмен салып күрсінді. «Саған хат жазамын, сен жауап жаз, жарай ма?» деп екі қолын бірге алақанына салып тұрып мейірлене қарап: «Жаным, сүйіктім, ғашығым, біз кездесеміз, әлі-ақ бірге боламыз», деп екі қолын кезек-кезек құшырлана сүйіп құшақтасты. Екеуі үнсіз қарап отыр. Әркімнің өз күйзелісі іштерінде. Қашанғы отырар еді белгісіз, Сәкен жездесі шығып кету керек екенін айтты. Осылай қоштасып екеуі екі жаққа кетті. Мейіржанның жүрегі Жанармен бірге кеткендей күй кешсе, Жанар болса жарты жаны Мейіржанмен қалып қойғандай сезімде болды. Ай сайын хат алысып, өз сезімдерін ашық жазып, бір-бірімен тілдескендей күй кешті. Мейіржан бір қызды елемей, бәрінен пәк, бәрінен сұлу тек Жанар ғана болып тұрса, маңайына көз тастап қырындап жүрген жігіттерді мүлдем көрмей, тек Мейіржан деп соққан жүрегімен әр хатын асыға күтіп Жанар жүрді. Екеуінің алғашқы үнді фильміне барғандары есіне түсіп, Мейіржан алас ұрды. Қатарласа отырып кино көрсе де, екі көзі Жанарда болған. Мейіржанның тым тұйық қыз, мүлдем сөйлемейді, не күлмейді, несімен мені баурап алды деп өз-өзіне таң қалғаны. Кинода бір күлкілі жерінде Жанардың езуіне күлкі келіп, кеудесі селкілдеп, көзі күлімдеп кеткені. «Құдайым-ай, не деген сұлулық, күлкісі қандай әдемі еді», деді іштей. Киноға бір қарап, Жанарға бір қарап, өтіріктен күліп қойғаны есіне түссе қайта күледі. Иісін іздеп қаттарын ескиді. Аздап әтірі сіңгендей сезіледі. Өз ауылына оралғанда Жанар өз апасының тұрмысқа шығатынын білді. Көп ұзамай ұзатты. Анасы екеуі қалды. Бауырлары жақын тұрса да кіріп шығулары сиреп кетті. Сабағы мен анасын қарап жүріп бір жыл өтті. Соңғы курсын оқып жүрген еді. «Жаным, сені қатты сағындым. Іздеп баруыма реті келмей жатыр», деп Мейіржан жазса, «Мен де қатты сағындым. Анамнан шыға алмаймын», деп Жанар жазды. Айына бір рет келетін хаттарын сақтап, қайта-қайта оқып, өз сағыныштарын басатын. Осылай екінші жыл өтті. «Жаным, сен биыл оқуыңды бітіресің. Болашаққа қандай мақсатың бар?» деп Мейіржан ар жағынан 18-ге толды, бой жетті. Біреу-міреудің көзі түсіп жүрген жоқ бекен деген оймен жазған. «Саған айтарым бар. Осы дипломды аларымда біраз адамдар күтіп жүр екен. Құрбыларым ескертті. Сені алып қашып кеткісі келіп жүрген жігіттер бар», деп айтты. Содан қорқып үйден шықпай жүрмін деген хат Мейіржанның есі шықты. Переговорға шықты. «Жанар, мен саған құда түсіп барамын. Қолдан ақ баталарын алып, сені алып кетемін» дегенде Жанар не айтарын білмей қалды. Айтқанындай жарты айдың ішінде Мейіржан аға жеңгесін, анасын, досын ертіп келді. Жанар үйіндегілеріне ескертіп, Мейіржан келетін күні бәрі жиналған еді. Жанардың ағайын туыстары көп болатын. Анасы жағынан нағашылары да жетерлік. Әкесі жағынан қоян қолтық араласып, осы уақытқа дейін билігін жүргізіп отырған мықты екі әжесі бар еді. Қуанып қарсы алып, мал сойғызып, дастархан жайып, үбір-дүбір болып кетті. Жанарды көрші ағасының үйіне отырғызып, сені керек кезде апарамыз деген Жанарға жеңгелері. Сағынса да шыдап, терезеден қарап қойып күтумен болды. Сонша аңсап келген сүйіктісін көру бір ғанибет болып Мейіржан да отырды. Кірген шыққандардың ішінен Жанарды іздеп алаңдай берді. «Ал енді құдайы қонақпыз дейсіз, қызға құда түсіп келдік дейсіз. Жөн жоралғыларыңызды көрсетіңіз», деді Жанардың әкесінің апасы Ажар әжей. «Әрине әкелдік, қыз айттырып келіп тұрып, кім құр қол келеді», дейді құдағи сөмкесіне жабысты.
Ішін ашып, 5 қаракөл қойдың терісін тастады. Келесі сөмкеден қыс тойға киетін ескі көйлек, ақ көйлекті қойды. Міне жолы деп Мейіржанның анасы батылдана сөйлеп жан-жағына қарады. Теріні ары-бері итеріп түртіп көріп, Ажар әжей бұл не деп тесірейе ашулы дауыс қатты. Мынау қыздың көйлегі, ал мынау құны дейді, теріні ашып-ашып аударып жатып. Білесіздер, ең бағалы тері деп алдарына төсей салды. Бөлмедегі адамда гу ете қалды. Бірі бетін шымшыды, бірі тесіліп теріге қарады. Бұнысы несі, терісі несі деп гуілдеп кетті. Ажар әжей қолын көтеріп еді, бәрі жым болды. Ана сүті қайда, үкісі қайда деп тесілді құдағиға. Біз ақшалай әкеле жатқанбыз, малымызды сатып деп күмілжіді Мейіржанның жеңгесі. Сонымен деп Ажар әжей оған қабағын шыта қарады. Пойызды ұрлатып алдық деп төмен қарады. Немене ұрлатып алдық дейді, бесеуің жүріп деп тоқтап қалып құдағиға тесілді. Сонда сен мына 5 теріге қыз береді деп келдің бе, деді теріні итеріп. Қыздарың кел деді, біз келдік. Балам барып алып келем, болмаса өлем деді. Біз келдік. Баласы үшін анасы тау теседі. Дей беріп еді, тескен тауың осы ма? Тау қопарсаң да қыздың қалың малын әкелмейсің бе деп. Ажар әжей ашуға мінді жан-жағына қарап. Осындайды көргендерің бар ма? Деп әйелдерге қолын жайылып сұраулы көзбен қарады. Жоқ, қашқан қызға бұлай келмейді ғой. Мынау сұмдық қой деп бәрі жамырап жағдайды одан сайын ушықтырып отыр. Қайдан шыққан заң, тері әкелген деген не масқара, дейді үлкендеу әжей. Менің 3 келінім бар деп тоқтатты шуды құдағи. Біреуіне бір тері бермей алғанбыз. Міне соның біреуі. Қазір жаман болып отырған жоқ деп келінін көрсетті. Келіні басын изеп төмен қарады. Бермесен бермеген шығарсың, алсаң алған шығарсың. Бірақ бізде тегін қыз жоқ деп зілді дауыспен Ажар әжей. Сонда не сатасыңдар ма деп сырқ ете қалды құдағи. Сатпаймыз. Салт дәстүрмен, жөн жоралғымен ұзатамыз. Ата-бабадан келе жатқан нәрсе деп бірақ тоқтатты. Иә, оны біз шығармадық. Құнсыз қыз болмайды. Аспаннан түскендей болып отырсыздар. Сіздер жаққа да қыз бергенбіз. Құдағиымыз жөн жоралғысымен келіп, қызымызды алған, дейді Жанардың анасы. Иә деп жан-жақтан қалай келгенін улап-шулап айтып кетті. Қыз өзі шешсін, деді құдағи сенімді дауыспен. Қыз не шешеді екен, деді Ажар әжей де тіктеніп. Ұлыммен еріп кете ме, әлде қалама? Шақырған соң айтсын шешімін, деп басын көтеріп батылданды. Сөз жоқ, бәрі орындарынан тұрып сыртқа шықты. Далада күтіп тұрған біраз еркектердің арасында Мейіржан да тұр. Үйден бауырлары мен құда жекжаттарымен бірге Ажар әжей де шығып, Жанардың анасын жеке шақырды. Қарабет болғың келмесе, бауырымның артынан ел күлсін демесең, қызыңды тоқтат деп түйілді. Жан-жағына қарап алды да, қара әне, ұлдарың да жер болды. Қара ана, құда жекжаттарға күліп отыр деп сұқ саусағымен көрсетіп тағы тесілді. Ашулы өңменен өтетін көзқараспен Жанардың анасының көзіне тура қарап, бауырым, сенің байың көрінде өкірсін демесең, тоқтат қызыңды, деп етегін бір қағып кетіп қалды. Ана сорлы не істерін білмей ақырындап қызына кірді. Бозарып кеткен анасын көріп, онсыз да денсаулығы жоқ сізге жаны ашып Жанар жүгіріп келді. Мама, ауырып қалдыңыз ба деп демеп екеуі қатарласып отырды. Анасы қызының қолын сипалап, селпілдеп бір жылап алды. Мама, жыламашы, мама, мені қимай отырсың ба, дейді анасының көз жасын сүртіп. Анасы басын шайқады. Онда неге жылайсыз, мама? Қыз жат жұрттық деп айтушы едіңіз ғой, дей беріп еді, анасы қыздың аузын алақанымен жауып басын шайқады. Қызым, көгершінім, ақылдым, сенің ақылың бар ғой, деді бетіне тесіліп.
Жанар не болғанын түсінбей басын изеді. Сен бізді жақсы көресің ғой, деп тоқтап орнынан тұрып терезеге барды. Қызын қасына шақырды. Сырттан нұсқап, анау туған бауыр, ағайын туыстарың, сенің арың үшін жандарын қиюға дайын жақындарың, өз абырой атақтары бар. Ал мынау тұрған дұшпан, бетіңе күліп, аяғыңнан шалатындар осылар деп, екінші топты құда жекжат көрші қолаңды көрсетті. Мама, не деп кеттіңіз, деді Жанар шыдамай. Сенің ана келген құдасымақтарың бізді жер қылды, дейді даусын өзгеріп. Қалай сонда? Солай қызым, солай. Бес тері әкеліп сені сұрап отыр. Түсінбедім. Ей, ана сүті, қалың мал, өлі тірі сол бес теріге бағалап отыр. Сен түсінесің бе деп жекіріп жіберді. Жанар үндемеді. Әлде сен кете бересің бе деп зілдене қарады. Бізді сол бес теріге көміп кетесің бе сен, деп қызының иығынан сілкіп қалды. Жанар жылап жіберді. Әкелген түктері жоқ, дұшпанға таба қылып отырып, қыз айтсын шешімін дейді ғой, анау сенің енесімағың деп итеріп кеп қалды. Жанар аузын басып жылап отыр. Анасы құлап жатқан қызына төніп келді де, осыдан сен кетсең, дейді басын көтеріп, қабағын түйіп тұрып. Сен кетсең, өлген баламның бірі боласың, дейді сұқ саусағын шошайтып. Жанар басын шайқап, қолынан ұстай беріп еді. Еріп кетсең, сені ұмытамын, теріс батамды беремін, деді тағы да зілдене. Мама, маматай деп қолынан ұстап еді, қағып жіберіп терең демалып. Әкеңнің аруағы ұрсын демесең, бүгін бұлармен бармайсың. Оларды қайтарамыз деп тағы бір тыныс алды. Жылап отырған қызының басын сипап отырып, сені сүйсе, дұрыстап қайта келеді, деді салмақты үнмен. Сол кезде барсаң болады. Сол кезде ақ батамды беремін. Бірақ бүгін бармаймын, деп шығып бара жатып, ажалыңнан мені өлсін демесең, еркің өзіңде. Мен бұл масқараға шыдамаймын, деді де шығып кетті. Жанар есінен адасқандай есеңкіреп тұрып қалды. Есік ашылып, ішке екі жеңгесі кірді. Аяғын сөретіп, әрең сыртқа шықты. Топырлаған жұрт шетіне келді. Жанар басын көтермеді. Мейіржанды іздемеді. Қарауға дәті шыдамай барады. Қызым, бері кел, бері, деді ажар әжесі қасына шақырып құшақтап тұрып. Бүгін саған құда түскелі келеді екен дегенді естіп, мына ағайын туыс құда жекжатты шақырып, қуанышымызбен бөліскіміз келген. Қыз болса, біздің қыздай болсын деп мақтанғымыз келген. Дос бар жерде дұшпан бар, келген құдамызды көрсін, әкелгенін бағаласын, ақ батасын берсін деген едік, деді де елді қолымен алақанын жайып көрсетіп шықты. Жанар басын көтермеді. Бірақ құдалар жөн жосықты білмейді екен деп тоқтап тұрды. Бұл келгендері тек сөз салу, айттыру деп есептеймін дегенде, Жанардың жүрегі зырқ ете қалды. Басқаларында да үн жоқ. Алыстан артынып-тартынып келеді деп біз шатаспадық. Тек сөз салуға келгенде мен ойлаймын, мына келген заттарына қарай, осы әулеттің үлкені мен болған соң, бұл қызды бермейміз. Келесі жолы жөн жосығымен келгенде біз қызымызды абыроймен ұзатамыз. Дұрыс па деп даусын көтеріп жан-жағына қарады. Өте дұрыс, солай дұрыс болады, шешімі табылды десіп бәрі шулап кетті. Ал қызым, келген құдайы қонақтар сенің шешіміңді сұрап отыр. Сен оны анау тұрған Мейіржан балаға жеке айта ғой деп алдыңғы жақты көрсетті. Сонда ғана Жанар басын көтеріп алдында тура қарап тұрған Мейіржанды көріп, көзіне жас толып өкіріп жылап құшақтағысы келді. Жеңгесі жетектеп қасына апарды. Ас дайын болған екен, үйге кірейік деп үлкен ағасы шақырды. Бәрі топырлап үйге кіріп кетті. Мейіржан мен Жанар бір-біріне қарама-қарсы тұрып жақындай алмай тұрды. Жако, мына үйге кіріп сөйлесіңдер деп жеңгесі есікті ашып ішті көрсетті. Екеуі қатарласа босағаға жақындады. Кір, деді Мейіржан. Ішке кіріп диванның бір шетінде Жанар, бір шетінде Мейіржан отыр. Екеуінде де үн жоқ. Жанарда Мейіржанға қарайтын бет жоқ.
Мейіржан сәл отырып қасына жақындады. Қолынан ұстады, ерніне тигізіп, «Сағынышым жетті-ау саған» деді ақырын. Жанардың жастары домалап-домалап ағып жатты. «Сенің шешімің бәрін шешеді» дейді. Мейіржан одан сайын жақындап. «Үлкендерге екеуміз қол ұстасып барсақ, олар ештеңе дей алмайды» деді иығынан құшақтап. Жанар басын шайқады. Мейіржан таңырқай қарап, «Мені сүймейсің бе? Бәрі өтірік пе?» деп бетіне үңілді. Жанар тағы басын шайқап қолынан ұстап тұрып, «Мен бүгін кете алмаймын» деді төмен қарап. Мейіржан орнынан ұшып тұрды. «Ақ бата алып кетейікші» деді Жанар жалынышты дауыспен. «Сен сонда малсың ба, сені сатама?» деді сыбырлап тізерлеп отырып. «Салт дәстүр бермейміз деп отырған жоқ қой» деді көзіне тура қарап. «Мен саған жаздым ғой, қалай келу керек екенін» деп Жанар сұраулы көзбен қарады. «Ақшаны ұрлатып алдық, ақшамен келе жатқанбыз» деді күмілжіп. «Мен сөз салған, сырға таққан қыз болып сізді күтемін» деді даусы дірілдеп. «Бірақ бүгін кете алмаймын» деп орнынан тұрды. Мейіржан да тұрып құшақтады. «Түсінші, болмайды олай жасауыма, естіп тұрсың ба?» деп көзіне қарады. «Түсіндім» деп теріс айналды Мейіржан. «Қу жоқшылық, қу кедейлік» деді ышқына. «Мәселе ода емес, дәстүр азын-аулақ сый-сияпат болды ғой» деді жақындап Жанар. «Сендерді шақырып жатыр» деп жеңгей кірді. Бәрі сыртта тосып тұр екен. 2 жас жақындағанда Ажар әжей Жанарды қасына шақырды. «Ал балам, айта ғой қыз жауабын» деді сенімді дауыспен. «Біз бүгін Жанарсыз қайтамыз, қоштаспаймыз, қайтып келеміз» дегенде Мейіржанның анасы орнынан тұрып сыртқа беттеді. «Біз күтеміз, қызымыз басы байлаулы атасқан болып есептеледі» деді Ажар әжей. Барып Мейіржанның маңдайынан сүйіп тұрып, «Қыз сенікі, қайта кел, өзім бірге барып қондырамын балам» деді. Олар ұзап кеткенше Жанар қарап жылап тұрды. Мейіржанның әкесі атақты шопан еді. Сол замандағы терісі өте қымбат бағаланатын каракул қойын бағатын. Қозыдай сойып, терісінен түрлі тон, бас киім тігіп, жоғары лауазымды адамдар киетін. Сол үшін өздерінің не тірлік жасап жүргендерін көрсетіп, сол теріні ала келген еді. Мейіржан оқымай, әкесінің жолын қуып шопан болатын. Қырда жүріп, кең далада өз күйзелісімен өз-өзін көп жегідей жеді. Өкініштісі, қайтадан қызға бара алмады. Осылай жүре бермей өзгеру керек екенін түсінді. Бірақ көп ұзамай-ақ онсыз да жұмыссыз қалды. Заман өзгерді, қайта құру басталды. Өкіметтен бұрынғыдай қолдау болмай, көмек болмай, сапқоз тарады. Оларды ауылда тастап қалаға қарай жылжыды. Бұйырған жұмысы жүргізуші болды. Арада 4 жыл өте шықты. Жанар анасын қарап қасынан кетпей күтумен болды. Тап-таза ұстап, асын беріп, жұмысын да тастады. Қатты қиналып жатып, Жанардың анасы Ажар әжейді шақырып, «Тәте, біз қызымыздың бағына балта шаптық па?» деп, көз жасын көл қылып, «Олай деме, жаныңды қинама» дейді Ажар әжей жасын сүртіп. «Біз тек қайта келулерін өтіндік, келмеген өздері. Тәте, қызымды қатты уайымдаймын. Сол күннен бері жадырап күлгенін көрмедім» деді кемсеңдеді. Жылағаннан әкесі ана қайшыға тигенде болар еді. Бір теріні алдына, бір теріні артына шаптап, айдалада жүрер еді деп Жанардың бауыры араласты. «Біз бермейміз демедік, тек қызды жібермедік. Сен өзіңді жеме, таусылма» деді Ажар апа келіннің қолын ұстап. «Келмеді ғой, келместе ештеңе етпес, әлі-ақ бағы ашылады, тесік моншақ жерде жатпайды» деп Ажар әжей орнынан тұрып кетті. Төлегенін күткен жібекке ұқсап, жолға телміретін қызына сыртынан қарап іші күйді анасының. Мейіржанның қайтып келмегені айтпаса да түсінікті еді. Сонау алыстан барымен келіп, келін алып келемін деген анасы да жоғалған ақшаның кесірінен жер болды. Бұлай болады деп ойламаған. Қыз ереді, қалғанын кейін толықтырып жатармыз деп ойлаған. Ал қыз болса аузынан сөз шықпай қалды. Сонда осы қыз жақ елге күлкі боламыз деп жібермей алып қалғанда, келін әкелемін деп
елден кетіп келінсіз барғандары оларға да қатты намыстарына тиді. Ашу-ызасын келтірді. Балам, мен қайта олардың алдына бармаймын. Қайтадан жер болғым келмейді. Құдайы қонақты қайтарған оларда оңбас. Екі жастың арасына түсіп, екі жастың бақытынан артық не деген дәстүр оларда. Жетер, сені де жібермеймін. Келсе қыз келер сені сүйсе, қаласаң күт деп тоқтатқан еді. Әрине, Мейіржан Жанарды бірден ұмыта алмады, бірақ анасын да аяды. Көп қиналып, ыза да болды. Араға 1 жыл салып, азнаулақ тиын-тебенін жинап, көңілі жарасқан қызды үйіне жетектеп келді. Аузы күйген үрлеп ішеді демекші, алдымен түсіріп алып, сосын құдалардың алдына жиған тергенін апарды. Сол күні Мейіржанның анасы өте бақытты болды. Баласы үйленбей қоя ма деген уайымы бар болатын. Ұлының жаңа өмір бастағанына қуанып, тек тілеуін тілеп, шамасы келгенше болысып жанынан табылды. Жанар өкінді әрине, бірақ уақыт өте келе анасының қиналған кезінде қасында болғанына шүкіршілік етті. Мейіржаннан күдерін үзбеді, бір жапырақ қат күтті. Бүгін болмаса ертең бір хабар келер деп үміттенді. Уақыт өте ол да түсінді, ренжімеді. Іштей бақыт сыйлап, Мейіржанға керемет жар жолғысы екен, бақытты болсыншы деп тіледі. Анасы 4 жыл ауырып жатып, соңғы жылы тіпті қатты қиналып көз жұмды. Соңғы күндері бүкіл бала-шағасымен қоштасып, бәрін бір-біріне табыстап жатты. Ал Жанарға ештеңе айтпады, айта алмады, іші күйді. Өзін осы қызының бақытын тартып алғандай сезінді. Маған не айтасыз, мама, мені кімге табыстайсыз деген Жанардың сұрағы анасының жүрегін осып-осып жіберді. Сіз риза болыңыз, мен сізге ризамын деп Жанар бетінен сүйгенде, анасының тіпті жаны қиналды. Ештеңе айта алмады. Жанар жоқта басқа қыздарына табыстағысы келді. Бірақ олай жасай алмады. Іштей күйзеліп көз жұмды. Жанар ауылды тастап үйінен алыстап шықты. Мейіржанның үйленгенін естіген соң, оған шын жүрегімен бақыт тілеп, санасынан аласамаса да жүрегінен алып тастады. Жалғызсырады, қашанғы әпке жезделерінің босағасын жағалар еді. Болашақ жары кездеспесе, өзінен 10 жасқа үлкен, ес тоқтатып өмір көрген азаматтың етегінен ұстады. Жанар аттаған босаға орташа отбасы, әркім өз тірліктерімен, елден алды болмаса арты емес, қарапайым еді. Алдынан өтуге барғанда Жанардың туыстарына үйіп төкпесе де шамаларына қарай апарды. Ол кезде ажар әжей де дүниеден өткен еді. Бәрі риза, ешкімде артық сөз болмады. Өйткені қыз қашып кеткен солардың қолында. Бұл оқиға 20 ғасырдың аяғында болған жайт. Міне ғасыр 21 ғасыр өмір сүріп жатырмыз. Осы салт дәстүрді дұрыс қолданып жүрміз бе? Ата-баба бізге не қалдырды? Қызды қолдан ұзату дұрыс-ақ. Бірақ қалың малды өкіртіп сұрап, жігіт жақты қарыздандырып дүркіретіп той жасатып, ажырасып жатқан жастар қаншама. Көңіл қосып етегін ұстап кетсе, келген құдаларының жер-жебіріне жеткізіп, араларын алшақтатқан қаншама отбасы бар. Неге сәл де болса екі жасты ойламаймыз? Әрине, біз ойлап таппадық бұл салт дәстүрді. Қалың мал, үкі, ана сүті, әке еңбегі, ауыл көргендігі, жеңге сырғасы, керексіз кимейтін киттер, толып жатқан ырымдар қазір тіпті көбейіп алған. Сосын қызын жасауын күтеді. Асырып-тасырып қыз жақ әкеледі. Қарызға батып, ағайын туысын қинап, ұрыс жанжал шығарып, осы салтымызға не болып барады? Сонда кім кінәлі? Ермей қалып қойған, анасын аяған қыз ба? Әкеле жатқан ақшасына ие болмай жоғалтқан жігіт пе? Салт дәстүр деп қатып қалған ажар әжей ме? Қайта жібермеген жігіттің анасы ма? Теңі келсе тегін бер деген мақал неге айтылған? Пәленбайдың қызына осынша әкеліпті деп таң қалса, Түгелбайдың қызы жарымаған жерге барыпты дегенді неге ойланбай айтады екен? Тең-теңімен, тезек қабымен деп, бірінің жағдайы төмен болса табалау, бар болса мақтану, сол кімге керек? Ал жастардың бақытына балта шауып отырғандарын білмейді.
расымен кім кінәлі? Соңы.